Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақты сіздермен жүргізетін мен Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан ауылы Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебінің физика пән мұғалімі Шәбден Әсем Ниязбекқызы. Сабақтың тақырыбы механикалық жұмыс және қуат. Сабақтың мақсаты механикалық жұмыс ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру, қуат ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру, механикалық жұмыс және қуат формулаларын есептер шығаруда қолдану. Сабақтың аяғында сіздермен осы мақсаттарға қол жеткізуіміз қажет. Сабағымызды бастамас бұрын негізгі терминдермен таныссақ. Осы пәндік терминдерді дәптерге жазып, міндетті түрде жаттап алуларыңыз қажет. Пәндік терминдер қазақша және ағылшынша. Жұмыс, work, механикалық жұмыс, mechanical work, күш, force, орын ауыстыру, displacement, қуат, power, уақыт, time. Күнделікті өмірде жұмыс сөзін жиі қолданамыз. Жұмыс дегеніміз не? Жұмыс деп адамның атқаратын күнделікті еңбегін айтамыз. Ғалымның ес ойлау қызметі, суретшінің бейнелеу қызметі, құрылысшының құрылыс алаңындағы қызметі. Сіздердің үй жұмысын орындау қызметтеріңіздің барлығы жұмыс болып табылады. Физикалық тұрғыдан алып қарастырғанда жұмыс бұл скалярлық шама, яғни оны өлшей аламыз деген сөз. Физикада тек механикалық жұмысты ғана қарастырады. Механикалық жұмыс. Жұмыс терминін физика ғылымына 1826 жылы француз ғалымы Понселло енгізген. Жұмыс және механикалық жұмыс терминдерінің арасындағы айырмашылық механикалық жұмыс кезінде дене міндетті түрде қандай да бір күштің әсерінен орын ауыстыруы қажет. Мына суреттерде механикалық жұмыс атқарылуда. Бірінші суретте белгілі бір күш түсіре отырып, ауыр темірдің орнын ауыстырып жатыр. Ал екінші суретімізде күш түсіре отырып, қарды тазалап жатыр. Үшінші суретімізде есек ауыр жүкті тасымалдауға барынша күшін жұмсап жатыр. Соңғы суретімізде екі адам белгілі бір күш сала отырып, кереуеттің орнын жылжытып жатыр. Механикалық жұмыс түсірілген күш пен жүрілген жолға тура пропорционал. А тең F көбейтілген S. Мұндағы А деп отырғанымыз жұмыс, F деп отырғанымыз күш, S деп отырғанымыз жүрілген жол. Механикалық жұмыстың өлшем бірлігі халықаралық бірліктер жүйесінде джоуль алынған. Халықаралық бірліктер жүйесіне сәйкес мына сандарды осылай ықшамдап жазуымызға болады. 1 килоджоуль, 1 миллиджоуль, 1 микроджоуль. Неге тең екенін? Қуат. Сіздерге мынандай сұрақ. Көтергіш кранмен адамды алып қарайтын болсақ, уақыт жағынан және күш жағынан қайсысы тиімді болар еді? Әрине, көтергіш кран. Себебі көтергіш кранның қуаттылығы адамның қуаттылығымен салыстырғанда бірнеше есе үлкен. Қуат деп отырғанымыз жұмыстың орындалу шапшаңдығын, тездігін сипаттайтын скаляр шама. Қуат тең жұмыстың уақытқа қатынасы, N тең А бөлінген Т. Халықаралық бірліктер жүйесінде қуаттың өлшем бірлігі 1 ватт. Балалар, бүгінгі сабақты түсініп болсақ, мына тапсырманы орындап, дәптерлеріңе жазыңдар.
орындап болсақ, сол тапсырмаларымызды мына жауаптармен салыстырамыз. Өз-өздеріңді тексере қойыңдар. Бірінші сұрақта жұмыс терминін алғаш енгізген француз ғалымы Жан Виктор Понселе екен. Екінші сұрағымызда механикалық жұмыс түсірілген күш пен жүрілген жолға тура пропорционал екен. Келесі сұрақ: түсірілген күш пен орын ауыстырудың көбейтіндісіне тең шама қандай деп аталады? Механикалық жұмыс деп аталады екен. Ары қарай, механикалық жұмыстың өлшем бірлігіне 1 джоуль алынады екен. Келесі: жасалған жұмыстың уақытқа қатынасымен анықталатын шама бізде қуат деп аталады екен. Сол қуаттың өлшем бірлігіне 1 ватт алынады екен. Салыстырып болсақ, балалар, келесі тапсырмаға көшеміз. Өз-өздеріңді тексеру ойдағыдай шықты деп ойлаймын. Ал енді балалар, осы тақырып бойынша есептерді шығарып үйренейік. Бірінші есеп: машина 144 км/сағат жылдамдықпен бірқалыпты қозғалып келеді. Егер оның моторының тарту күші 2500 ньютон болса, онда ол 10 секундта қанша жұмыс атқарады? Осы есеп бойынша берілгені: жылдамдық V тең 144 км/сағат. F тең, F деп отырғанымыз бізде күш. Күш тең 2500 ньютон. T уақыт тең 10 секунд. Тап деп тұр бізде A жұмыс. Халықаралық бірліктер жүйесіне келтіреміз. Жылдамдық 144 км/сағатта 40 метр/секунд бар. Шешуінде біз механикалық жұмыстың формуласын пайдаланамыз. А тең F көбейтілген S. Мұнда S жүрілген жол белгісіз болғандықтан жылдамдықтың формуласы арқылы S-ті тауып аламыз. Сөйтіп әкеп орын-орнына қойып есептейміз. Механикалық жұмыс бізде 1 мегаджоульға тең болды. Жауабы: оқушылар, біз жұмыс тақырыбына мысал есеп шығарып түсініп білдік. Енді келесі қуат тақырыбына есеп шығарып көрейік. Бәріміз бірге. Массасы 3 тонна жүк 12 метр биіктікке көтерілді. Көтергіш машина двигателінің қуаты 2 киловатт. Жүк қандай уақытта көтерілді? Ал енді осы есеп бойынша біз берілгенін құрастырайық. Ал берілгенін құрастырамыз. Берілгені бізде масса берілген 3 тонна. Массаны М әрпімен белгілейміз, оны сіздер білесіздер. Келесі: жоғары көтерілді 12 метр биіктікке екен, я? S тең 12 метр. Ары қарай, N қуатымыз 2 киловатт екен. Бізде тап деп тұр нені? Жүк қандай уақытта көтерілді дейді. Уақытты табуымыз керек. Енді халықаралық бірліктер жүйесіне келтірейік. Масса бізде 3 тонна берілген. Соны біз килограммға айналдырамыз. Балалар, сендер білесіңдер, 1 тоннадан неше килограмм бар екенін? 1 тоннада 1000 килограмм бар. Сонда бізде 3 тоннада 3000 килограмм бар. Келесі: жүк, яғни көтергіш двигательдің қуаты 2 киловатт деп тұр. Киловатты біз ваттқа айналдыруымыз қажет. 2 киловатта бізде 2000 ватт бар екен. Ал енді балалар, шешуінде бізге қажетті формулаларды тізіп жазып алайық алдымен. Қуатты анықтайтын формула бізде N тең А бөлінген Т екен. Осы жерде бізге не белгісіз? Нені сұрап тұр бізден тап деп? Т-ны сұрап тұр. Осы жерден формуланы айналдырып Т-ны табамыз. Т-ны табу үшін А-ны бөлеміз N-ға. Ары қарай, ол жерден А белгісіз болғандықтан А тең F көбейтілген S формуласын жазып аламыз.
Бұл жерден бізге F белгісіз, күш белгісіз болғандықтан F тең mg формуласын қолданамыз. Ал енді осы күштің формуласына әкеп сан мәндерін қойып есептейміз. mg, m масса бізде 3000 килограмм көбейтілген 10 ньютон бөлінген килограмм. Тең күш шықты бізде 30.000 ньютон. Осы шыққан күштің мәнін әкеп механикалық жұмысты анықтауымызға болады. Механикалық жұмыс тең 30.000 ньютонды көбейтеміз 12 метрға. Жұмысымыз шықты бізде 360.000 джоуль. Ықшамдап жазатын болсақ 360 килоджоуль. Осы жұмыс арқылы біз енді уақытты таба алады екенбіз. Т тең А бөлінген N формуласымен. Есептейміз. 360.000-ды бөлеміз 2000-ға, жүктің көтерілген уақытысын анықтадық. Балалар, қанша шықты? 180 секунд шықты. Жауабы 180 секунд. Ал енді балалар, жоғарыда көрсетілген есеп шығару үлгісіне қарап, мына төмендегі есептерді шығарамыз. Ал балалар, бүгінгі сабағым қызықты, түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, SMS әдісі арқылы кері байланыс жүргізейік. Сау болыңыздар.